Бүгін Қызылорда облысы Дін істер басқармасы дін мәселелерін зерттеу орталығы деструктивті діни ағымдарды ұстанушыларды оңалту мен бейімдеудің теологиялық және психологиялық әдістері тақырыбында теолог мамандарға арнап семинар-тренинг ұйымдастырды. Семинардың мақсаты өңірлердегі теолог мамандардың біліктілігін арттыру және практикалық тұрғыда тәжірибелерін жетілдіру болып табылады. Осы тұрғыда ғылыми стратегиялық зерттеу орталығының директоры, республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Жарасахан адамның болмысы, мұқтажданымдар ақпараттық түсіндіру жұмысына жаңаша мәселелер тақырыбында баяндама жасап, ой өрбітті. Осыдан 2000 жыл, 3000 жыл бұрын өмір сүрген даналардың ілімдерінің әлі күнге дейін қажет болатындығы, ол мына руханият әлеміне адамның жан дүниесіне қатысты сөз болсын, бір ілім болсын, бұл мынау ешқайда кетіп қалмайды. Бұл салада күресті міндетті түрде жетілдіріп отыру керек деп есептеймін. Оның біріншісі адамның әдістері, адаммен жұмыстың әдістері, психологиялық қырлары қанша өзгеріп дамып отырғанмен де адам негізгі болмысы өзгермейді. Және адам болмысы, жан дүниесі мұқтаж танымдар бар. Мәдениет, дін, тарих, философия, тұрмыстық танымдар. Осылардың барлығы адамның болмысына мұқтаж болғаннан кейін, бұл негізі өзгермегеннен кейін біз оңалту болмаса ақпараттық түсіндіру жұмыстарында осы танымдарды ғана іске қосу арқылы біз қарсы күрес аламыз. Тренингтің белсенді қатысушысы жас теолог мамандардың бірі Талғат Демесбай өткізіліп жатқан семинар-тренингтердің көмегі көп екендігін айтады. Бізге бұл семинар-тренинг үлкен нәтиже береді деп ойлаймын, себебі бұл семинар-тренингте көптеген қазіргі актуалды мәселелерге байланысты құнды ақпараттар берілген болатын. Және біз болашақта қалаймыз, осы семинар-тренингтер ары қарай жалғасын тапса, өңіріміздің теолог мамандарына үлкен септігін тигізеді деп ойлаймыз. Семинар соңында қатысушылар тәжірибелі маманға сұрақтарын қойып, ойларын ортаға салды.